шектің қасиеттері және анықталмағандықтар, иә. Біз функцияның шегі туралы түсіндірдік. Енді осы шектің қасиеттері бар. Функцияның белгілі бір нүктеде шегі бар болса, онда ол жалғыз біреу болады. Яғни, егер сіз бір есеп шығардыңыз, айталық, бірінші есеп шығардыңыз да, сіз оның шегін таптыңыз, иә. Егер сыныпта осы үш бала шығарып, үшеуі үш түрлі жауап айтса, онда оның кемінде екеуі қате болады. Неге? Себебі егер мынаның шегі болса, ол жалғыз бір сан, барлығыңызда бірдей сан шығу керек, иә. Енді ол шекті қалай табамыз? Табу жолы мына үшті мына x-тердің орнына қойып есептеуге болады. Неге? Себебі бізге мынандай екінші қасиет бар. Егер функцияның шегінде, шектің ішінде бірнеше шектер қосылып, азайтылып тұрса, онда әр қайсысын жеке-жеке шегін тауып алып, кейін оларды қосып азайтуға болады. Немесе олар көбейтіліп бөлініп тұрса да, әр қайсысын шегін жеке-жеке тауып алып, көбейтіп бөлуге болады. Немесе олар қандай да бір дәреже тұрса да, оның шегін тауып, сосын барып сыртынан дәрежелеуге болады деген сөз. Оны түсіндірейікші, екінші қасиет түсіндірейік. Мұнараға қолданатын болсақ, демек біз мұнарада үстінің шегін бір бөлек, астының шегін бір бөлек қолданаламыз. Мына екінші қасиетке сүйенетін болсақ, онда лимит үстіне астына екеуіне де x 3-ке ұмтылғанда, мында да x ұмтылады 3-ке, мында да x ұмтылады 3-ке. Алымындағы x квадрат минус 3x плюс 1-ден бөлек шек табам. Бөлімдегі x минус 2-ден бөлек шек табам. Енді мынаны азайтылып қосылып тұрғанда, азайтылып тұрса, ол екеуін бөлек қарастырылады. Яғни демек мен лимит x-ті 3-ке ұмтылдырғанда x-тен бөлек табам, және лимит x-ті 3-ке ұмтылдырғанда сан 2-ден бөлек табам. Мына жерде де мынадан бөлек табам, мынадан бөлек табам, мынадан бөлек табам. Сол кезде лимит x 3-ке ұмтылған кезде x квадраттан бөлек, лимит x 3-ке ұмтылған кезде 3x-тан бөлек, және лимит x 3-ке ұмтылған кезде 1-ден бөлек табамыз. Енді қараңызшы, мынада дәреже тұр. Яғни мен лимит x-ті тауып аламын, сосын барып дәрежелеймін. Яғни x-ның орнына 3 қойыңыз. 3-ке ұмтылған кезде x-ның өзі тұр, мынада 3 шығады, 3-тің квадраты, мынада 3-тің квадраты 9 шығады. Минус 3x-ін 3 көбейту 3 болды 9 шығады. Қосылған мынада 1, себебі мынада мүлдем x жоқ. X 3-ке ұмтылғанда мынада x жоқ. 1-дің өзі тұр, иә. Енді қараңыз, мына жерде лимит x-тің өзі ол 3-тің өзі минус мынада 2-нің өзі. Демек менде 3-тің квадраты азайту 9 қосу 1, 3 минус 2. Яғни 3-тің квадраты азайту 3 көбейту 3 9 қосу 1 бөлінген 3 минус 2. Демек мен мына қасиет бойынша нені түсіндім? Мен әр қайсысының орнына x-тің орнына мына санды беріп қойып шығып табу болатынын түсіндім, иә? Сондықтан сізге лимитке бір есеп берілсе, сіз мына x-тің орнына мына қой деген санды қойып шығасыз, болды. 3-тің квадраты 9, 9 0 қосу 1 1, 3 минус 2 1, 1 бөлу 1 1 шығады. Яғни мына функцияның x-ті 3-ке ұмтылдырған кездегі шегі 1-ге тең. Тағы да бір қасиет бар, соңғы қасиет. Егер функция бір санға көбейтіліп тұрса, ол санды не дейді? Лимиттің сыртына шығарып жүруге болады. Мына екіншісіне келетін болсақ, мысалы екіншісіне лимит x ұмтылғанда 2-ге, астынан қараңыз, 2-ні шығарып жүруге болады. 2-ні алып кетсек, 2-ні мынадан алып кетсек, 2x минус 2 қалады. Иә? Үстінен x-ті шығарып жүруге болады. X шығарып жүруге болады. x минус 2. Енді мынау 2 көбейтіліп тұрған сан ғой, оны мүлдем лимиттің сыртына шығарып жүруге болады. Былай, соңғы қасиет бойынша, сонда ол лимит x ұмтылғанда 2-ге, мынада қараңыз, 2 үстінде 1, яғни 2-ден 1, себебі төменде тұрған 2 болғандықтан, ол бөлшектің төменінде тұру керек. Мынада x минус 2 қысқарса, жазайын мен оларды, x минус 2 деп. Енді бөлшектің қысқару бойынша қысқарады да, 2-ден 1 лимит x 2-ге ұмтылдырған кезде x-тің өзі қалды мынау, иә? X 2 ұмтылдырған кезде x-тің өзі, мына 2 қойыңыз, 2 шығады, 2-ні 2-ден 1-ге көбейтіңіз, не шығады? Тағы да 1 шығады. Мына жерде егер есептейтін болсақ, егер 1-ден мен 2-ні қойған кезде, не болатын еді? Бұлай болатын еді, қараңыздар, 2-нің квадраты 4 болады, азайтылған 2-ні 2-ке 4 болады, астында 2 көбейту 2 4 болады, азайтылған 4. 4 минус 4 0, 4 минус 4 0, сөз 0 бөлу 0, ол бізде анықталмағандық. Яғни 0 бөлу 0 болса, біз не істерімізді білмейміз. Ода не шығатын білмейміз. Сондықтан 0 бөлу 0, шексіздік бөлу шексіздік, 0 көбейту шексіздік, бұны анықталмағандықтың жиі кездесетін түрлері, шексіздік азайту шексіздік, 1-дің шексіздік дәрежесі, 0 дәрежесі, шексіздік 0 дәрежесі. Яғни сіз x-ның санын қойған кезде осылардың біреуі шықса, ол анықталмағандық. Демек не істеу керек? Бізге оны түрлендіріп алу керек. Надан 1-ден бас салып x-ның орнына сандарды қоймастан бұрын, бұлай түрлендіріп, жақшаның сыртына бір нәрселерді шығарып, қысқартып,
кейін олар кеткеннен кейін содан кейін барып шегін тауып есептеу керек. Мысалы мына жерде қараңызшы, мынаға шексіздік қойсақ, шексіздіктің кубы ол шексіз үлкен, өте үлкен санды кубтасақ, ол одан сайын үлкен сан шығады, яғни шексіздік шығады алымында. Мынау да шексіздің кубын егесек, одан да шексіздік шығады. Шексіздік бөлу шексіздік ол тағы анықталмаған. Демек мен бұны не істей алмаймын, бұлай есептей алмаймын. Не істеу керекпін? Мына бөлшекті түрлендіру керекпін. Егер мына шексіздік бөлу шексіздік шықса, жиі мынандай түрлендіру қолданылады. Қараңыздар. Шексіздік бөлу шексіздік шықса, онда мына бөлшектің барлық алымы мен бөлімдегі ең үлкен x-тің дәрежесіне бөліп жібереді. X-тің квадраты бар, x-тің өзі бар, x-тің кубы бар, иә? Үстінде де астында да. Қарайсыз, барлық x-тарға және ең үлкен дәреже x куб болса, онда мына бөлшектің алымы да бөлімді x кубқа бөліп тастайсыз. Демек мен x куб минус x квадрат қосылған 5 және 2x куб минус 4x қосылған 1-дің алымын да бөлімін де x-ке бөліп тастаймын. Бөлшектің алымын да бөлімді 1 зетқа бөлсек оған тең бөлшек шығады. Сол кезде мыналарды x-ке жеке-жеке бөлем, x кубты бөлем, x квадратты жеке бөлем және 5-ті жеке бөлем. Сол кезде менде не шығады? Менде x кубты x-қа бөлсем x квадрат шығады. X квадратты x-қа бөлсем x шығады. Ой, кешіріңіздер, x емес, x кубқа, ең үлкен дәреже x кубқа бөлеміз дедік, иә? X кубқа бөлеміз. X-ке бөліп қойып, өзім x кубқа деп айттым, x-ке бөліп қойдым. X кубты x кубқа бөлсек 1 шығады, x квадратты x кубқа бөлгенде 1 бөлу x шығады, және 5-ті x кубқа бөлсек, ол ешкіме қысқаратын жоқ, сондықтан 5 бөлу x куб қала береді. Енді 2x кубты x кубқа бөлсек 2 қалады, 4x-ті x кубқа бөлсек x-тер қысқаратады, 4 бөлу x квадрат қалады, және 1-ді x кубқа бөлсек 1 бөлу x куб тұра береді. Енді біз не істейміз? Біз жаңағы қасиеттер бойынша әрқайсысынан жеке-жеке шек табамыз. Мынадан шек, мынадан шек, мынадан шек, мынадан шек. Енді қараңыз, 1-ді шексіз үлкен санға бөліңіз, араға шексіздік қойыңыз. 1-ді шексіз үлкен санға бөліңіз. Айталық, 1-ді өте үлкен плюс сан болсын, минус сан болсын маңызды емес. Мысалы, мынау неше нолі бар? 100 миллион, миллиард дей салайық. 1-ді миллиардқа бөлсек 0,1 миллиардтан 1. Яғни менде не шығып жатыр? 0-ге өте жақын шығып жатыр. Демек, 1-ді шексіз үлкен санға бөлсек, біз 0-ге. Жалпы кез келген санды шексіздікке бөлсек, біз 0-ге тап боламыз. Оны плюсына бөлсек та, біз плюс 0,0001, минусына бөлсек, минус 0,00 бәрібір ол почти 0, иә? Ол 0-ге жақын. Сондықтан бізде мынау 0-ге ұмтылады, мынадан 0 шығады, мынадан 0 шығады, мынадан 0 шығады да 1 бөлу 2 қалады. 1 бөлу 2. Яғни шексіздік бөлу шексіздік жағдайында біз не істейміз? Біз жиі ең үлкен дәрежеге бөліп тастайды екенбіз. Енді, мына жерде 1-ді қойсақ, 1 азайту 1 бізде 0 шығады. Мынада 1 қосу 3, түбір асты 4, 5 азайту 1, түбір асты 4, түбір асты 4, түбір асты 4, 2 азайту 2, ол 0 шығады, 0 бөлу 0, тағы да анықталмағанда шықты. Бірақ мен мынаны жіктей алмаймын, иә? Онда бізде анау иррационалдықтан құтылу тақырыбы бар еді. Бөлшектің бөліміне иррационалдық құтылу үшін алымын да бөлімін де бөлшектің бөлімін не көріп тұр, соған көбейтіп жіберетін едік, иә? Демек мен мынаны алам бөлек x-1 бөлінген түбір асты x плюс 3 азайтылған түбір асты 5 минус x-ті аламды. Көбейтіп жіберем алым мен бөлімінің несіне, бөлімінің сыбайлас парысына, жұбына, яғни мынау былай a минус b болса, мен оны a плюс b деген жұбына. a плюс b. Яғни бөлімін не нәрсе көбейтсем, алымын да дәл соған көбейту керекпін. Себебі бұған тең бөлшегі шығу үшін, иә? Осылай түрлендіру жасаймын. Сол кезде a минус b мен a плюс b-ның көбейтіндісі не береді бізге? Әрине ол a квадрат минус b квадратты береді. Демек, мына бөлшек, мына түбір квадраттан босатылып шығады. Яғни, жай x плюс 3 шығады. Минус тұрады да. Мынау да түбірден босатылып шығады, 5 минус x. Бірақ мына минустың арқасында, мына минус a квадрат минус b квадрат, мына минустың арқасында, мына 5 минусы плюс x болып кетеді. Сол кезде үстінде мынау тұра береді, x минус 1 көбейтілген мынау 2-1 тұра береді, x плюс 3 пен 5 плюс x-ке, 5 минус x-ке ғой мұнда, 5 минус x. Сол кезде менде мынау x пен қосу x 2x болады, 3 азайту 5 минус 2 болады. 2x минус 2-ден бізде жақшаның сыртта 2 шығарып жүрсек, бізде x минус 1 қалады, иә? Үстінде сосын жазамыз x минус 1, және мына 2-1. Түбір асты x қосылған 3, және қосылған түбір асты 5 минус x. Сол кезде пайда болады? Бізде x минус 1-лері әрине бір-бірімен қысқарады. Сол кезде мына лимиттің астында лимит x ұмтылғанда 1-ге бізде не қалады? Түбір асты x қосылған 3 қосылған түбір асты 5 минус x
бөлінген 2. Енді қойып көреміз. Енді ана x-теріне 1-ді қойыңыз. 1-ді қойсаңыз 1 қосу 3, түбірасы 4, қосылған 5 минус 1 болды, түбірасы 4, түбірасы 4 ол 2 қос, түбірасы 4, 2 қоссақ. 4 шығады, 4 мына 2 бөлсеңіз 2 шығады. Демек, мына функцияның шегі бізде неге тең? 2-ге тең. Көрдіңіз бе? Яғни мына анықталмағандықтар жағдайларында осылай шығаруға болады. Мына қасиеттерді қолданасыздар жиі. Бірден ол қайдан қалай қолданамыз? Бірден біз әрқашан былай ашып жазбаймыз, әрқашан лимитті қолмаймыз. Біз бірден әрқашан жеке-жеке тауып отырамыз. 3-ті қойып отырамыз, санды қойып отырамыз. Осы шектің қасиеттері және кейбір анықталмағандықтарға арналған есептер.